Қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен сметанник пирогын әзірлейміз. Бір жасағаннан шығатын өте дәмді және экономный пирог. Қамырына керекті заттар: шекер, май, жұмыртқа, ұн және қопсытқыш. Шұңғыл ыдысымызды алып, жұмыртқа, май, шекер үшеуін әбден миксермен шайқаймыз. Миксер болмаса, қолмен илеуге де болады. Дайын болған массамыздың үстіне қопсытқыш пен ұнымызды қосып, қамырымызды бір ыңғай илейміз. Қамырымыз қолға жабыспайтын, эластичный, әдемі қамыр болып шығады. Енді салмасына бізге қаймақ, шекер, 3 жұмыртқа және кукурузный крахмал керек. Шұңғыл ыдысымызға қаймағымызды саламыз. Оған шекер, 3 жұмыртқамызды қосып, крахмалымызды салып, миксерлейміз. Қаймағымыз дайын болғаннан кейін қамырымызды теңдей 2 бөлікке бөліп, бір бөлігін астына төсеп, екінші бөлігін жан жағына теңдей етіп орналастырып шығамыз. Видеода толық көрсетілген. Қамырының барлығын орналастырып болғаннан кейін салмасын құямыз. Егер де шет-шетінен қамыры видеодағыдай ұзын болып тұрса, оны лопатканың көмегімен немесе қолмен түзулеп шығамыз. Дайын болған пирогымызды қызып тұрған пешке пісіріп аламыз. Бір жасағаннан шығатынына сенімдімін, сізге де жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.